Келінім баланың басын айналдырып жеке шыққысы келіп жүр дейді. Ой, бұл сіздің балаңыздың басы баяғыда айналып қалған, білмей қалдыңыз ба? Уже үйленген кезде айналып қалады ғой баланың басы деген. Екеуі ана муж жена одна сатана бекер айтпаған ғой, сондықтан сіз үшінші, третий лишний боласыз. Егер де қасыңызда жаңа жолдасыңыз болмаса, третий лишнийсіз. Олардың әңгімелерін жараспайды әңгімеңіз. Жастардың өзінің әңгімесі бар, өзінің тірлігі бар, тіршілігі бар, движениесі бар демекші. Сен өзің движение жасаса, өзің нормальный жігіт тауып алып, рахатына өмір сүрмейсің ба? Мен мысалы рахат, өзім жеке тұрам, балалар жеке тұрады, телефон номер бар, видеоға сағынсақ видеоға шығып жатамыз. Сосын рахат емес, үйде жалаңаш жүрсең де айналайын, рахат қой құдай, жалаңаш ұйықтасаң да ешкім саған, сен көйлек кимепсің ғой, шорти кимепсің ғой, деп саған ешкім айтпай, ештеңке демейді. Рахат емес па? Рахатына бір рахаттанып өмір сүрмейсіңдер ме? Жібер, ол да біреудің қызы. Бақытты бол деді, екеуін бөлек шығар, личный өмірлеріне кіріспеңдер.